And the winner is Vladimir Marchenko from Kazakhstan. Я тебе сказал, что запишись первое возьмешь. Залим, конечно, запись. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Міне бүгінгі таңда Ташкент қаласында әлем кубогының жарысына келіп, Жамбыл облысының құрама командасының балалары жаңа Рейсов Барыш 70 келіде әлем кубогі иегері атанды. 100 килограммда Бешлеуглы Хусейн әлем кубогының иегері атанды. Марченко Владимир Юрьевич бауырымыз міне Аллаға шүкір әлем кубогының абсолютный чемпион атанды.